Жігіттер, қашанғы бұлай жүре береміз? Бұның арты жақсылыққа апарып соқпайды ғой. Түрмеден де шығуымыз мүмкін. Сократ, өзіміз неге бір бизнес ашпаймыз? Бизнеспен айналысу үшін танысың, ақшаң болу керек. Бізде екеуде жоқ. Сондықтан біраз ақша жинау керек. Бірақ қазір ферма ашып алуға болады. Сонда ол не шығарады? Оны кейін көре жатармыз. Қазір қағаз жүзінде ашып алсақ, арғысы ақша болса түзеліп кетеді ғой. Біздің ісіміз бен ойымыздың қарама-қайшы шығып жатқанына қарамастан, негізі ниетіміз түзу. Уақытша қиыншылықтарды жеңіп, түбінде жағдайымыз түзелер. Басқаларға көмегімізді, пайдамызды тигізерміз. Тек әзірге бізде оған мүмкіндік жоқ қой. Онда оның директоры кім болады? Менімше, бұл орынға Қанат лайықты. Мен қалайша директор болам? Неге мен болуым керек? Нигде в мире не учат на директора компании. Им становится. Деген бар. Тәуекел деп бастайық, арғысын көре жатармыз. Құттықтаймын. Ал, ұста. Директор. Ал енді, жол болсын. Братишка, тоқташ! Не болды? Боксер фирманың документтерін алған болар. Иә, үйде тосып отырған шығар.
Мен мынаны сыйла салшы. Бүгін жақсылап жауымыз қойдың. Мыналар кімде? Бокс. Не болды бауырым? Тұр. Боксер. Скоро. Тез, скоро. Футболканы бер. Не? Неге бәрі бұлай аяқталды? Анда мен... Скорая! Кім екенді білген жоқ. Бауырым! Өлме! Нормально. Тұр. Билет көрсем ғой. Братан! Балаларымның... Мен... Скорая! Мен балаларымның... Әке, мейіріммен ана махаббатын көріп өссе деп едім. Егер де... Братан! Әттең! Сакрат! Anlaşım. Әкемде жоқ. Шешемде жоқ. Жалғыз жетім өсіп ем. Енді сендей досым да жоқ. Кімге? Кімге? Айтып өкінем.
керегі жоқ. Kеттік, жігіттер. Не болды? Қатты ауырып тұр ма? Шаншып ауырып бара ма? Шыда, қазір. Кішкене шыдашы. Қазір мүмкін қоятын шығар, а? Шыда. Қазір мен мүмкін тәтені шақырып келем, а? Қазір шыдашы. Қазір мен тәтені шақырып келейін, шыда. Кішкене шыда. Жағдайың қалай болып жатыр? Қазір тәте қараңызшы. Толғатып жатыр ғой. Роддомға алып керек. Тез барып үйге звонда. Жылдам жетсін де. Құттықтаймын. Алыстай ғой. Бауы берік болсын. Ал жолдарыңыз болсын. Аман болыңыздар. Көлік жуашайық. Қазір қалада көлік көп. Мен ашатын орында да ойланып қойдым. Біз тұратын үйде бұрышында. Қара, қазір. Міне, мында. Осы жерге ашуға болады. Ол жер бос емес қой. Көлік көп. Ақшам көп болады. Сократ, айтшы, ана бұрыш бос емес қой. Айтшы, Сократ, бұл жерге дүкен ашу керек. Міне осы жерге, дүкен. Қара, сенен айтқан дүкеннен жол пайда түспейді. Себебі, мынау территорияның айналасында бәрі дүкен. Мені тыңдаңдаршы, босқадан ұласып жасыңдар. Меніңше, мұнда көлік жуу ашудың керегі жоқ. Ақшаны жинап, көлік жуу ашайық. Көліктер көп, ақшаны да табамыз. Жаңа вулканизация да ашуға болады. Болашақтан ремонтпен айналысамыз. Иван, сенің айтып отырғаның бәрі далбаса. Неге дауласасыңдар босқадан босқа? Жоқ менде. Жоқ, сен. Иван, тұра тұршы. Иван. Қойшы. Сократ, маған сусына Иә, басашы. жарайды қазір. Түсінбеді ғой мынау.
Не болды? Не болып қалды? Салық сен, не болып қалды? Қайда достарың? Бас аяғың. Өй, күшік. Көрсетеймін саған көзім. Достарың қайда дейін? Қандай дос? Білмеймін. Жүр онда, жылдам. Көтер басыңды. Солға қара. Көтер басыңды. Ау, Біретте қалай қайттыңдар? жақсы қайттық. Өткенде сендер таппай қалдық қой. Біз сол өзіміздің балаларымен. Ішке болды. Мынауың не? Домбыра. Мұнымен камераға кіруге болмайды. Запрещен. Қай заңда жазылған домбырамен камераға кіруге болмайды деп? Заңшылын қара мұның. Кәрсерге қамап, сонда көрсетем мен саған заңды. Жапсаң жап, домбыраға тиіспе. Алып кел бері. Тиіспе домбыраға. Не болды саған? Бұл не шум? Жолдас майор, досмотр жасап, запрещен заттарды алып жатырмыз. Әперші. Бұл кімдікі? Жақсы домбыра екен. Жібере беріңдер. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сізге хат келіп еді. Кімнен болды екен? Міне, мына жерге қол қойып Қай жіберіңіз. жерге? Төмен. Мына жерге қой. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қолымның қанатымнан шығар. Стоять! К стене. Пошли. Стоять! К стене. Пошли.
Салам алейкум. Салам алейкум. Я, жігіттер, қай статья? 178-ші. 181, екінші тармақ. 178. Қай жақтансыңдар? Алматы облысына. Сен ше? Шымкент. Сен ше? Қаскелең. Жайғастыра бер. Үсті бос. Братишка, сен бергеш. Мен ба? Қай жерденсің? Түлкібас. Қай жерден? Екінші Түлкібастан. Мен станциядамын. Жерлесім екенсің. Не жағдай болды? Төбелес. Ей, сен здоровыйсың ба? Спортсменсің ба? Уақытында айналысқам. Қанша рет ажиман жасайсың? 50-60 рет. Солақ па? Мен 800 рет жасаймын. 800? Мүмкін емес, сенбеймін. Спорласайық? Неге? Блок сой берем. Жарайды, келістік. Жаса. Тіліңді тартқан жоқпын десең. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, 8, 9. Не істеп жатырсың? Көрмей тұрсың ба? 11. Ей, тоқта. Болдан жасамайсың ба? 13. Біз олай келіскен жоқпыз. Жігіттер естіп отыр ғой. 16. Болдан келісіп беріңдер. Жоқ. 19. Папал плати. 20. 21. Не болды? Тәте, Азамат жылай береді. Тамақ ішпейді, қояр емес. Болды қолым. Тыныш қолым. Арай, бала ауырып тұр ғой. Температурасы тым жоғары. Тез арада дәрігерге апару керек. Жылама, қоя ғой. Қазір. Сәлеметсіз бе? Балам ауырып қалды. Не болды екен? Білмеймін. Температурасы тым жоғары. Қазір. Балапан. Балапан. Сіз сыртта күте тұрыңыз.
Алло? Иә, қазір. Алло? Алло? Бұл мен ғой, Арай. Таныдың ба? Иә. Сен маған айта қойшы, Қанат ағаң үйде ме? Мама, сөйлеші. Алло? Сәлеметсіз бе? Аман ба, қарағым? Бұл мен ғой, Арай. Қанат үйде ме? Сен естімеген екенсің ғой. Қанат 7 жылға сотталып кеткен. Құлыным-ау, амансың ба әйтеуір? Амансың ба жаным сол? Аман есенсің бе? Денің сау ма? Қалайсың? Жақсымын. Өздеріңізші? Шүкір, шүкір, шүкір. Аманбыз ғой, аманбыз. Жүріңіз, үйге кіріңіз. Ой, 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 ой. Тпай, жаман бала. Ох, жаман бала, жаман бала. Ой, айналдым баласынан, бау берік болсын. Кел. Ой, қандай бала. Кәне? Ох, жаман бала, жаман. Қарағым Арай. Әкең екеумізден үлкен бір қателік кетіпті. Кешір бізді. Сен осылай бақытсыз еткен, бізде де елге қарайтын бет қалмады. Арты бұлай боларын кім білген? Мен сіздердің алдарыңызда қарыздармын. Сіздер мені жарық дүниеге келдіңіздер. Мама, адам түгілі хайуанда баласын барын салып қорғамайтын беді. Мен әлі күнге дейін бір нәрсені ғана түсіне алмадым. Неге сіздер өз қыздарыңызды бақытсыз қылуға тырыстыңыздар?
күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдық. Қызыма қиянатым өтті тәуекел деп, әкең өзіне қайда қойырға жер табар емес. Арайжан мүмкін үйге қайтарсың. Елге не бетімен қараймын. Осында қаламын. Қанатты тосамын. Қанат қайда? Ол сотталып кетті. 7 жылға. Оның үстіне азаматта суық деп қатты ауырды. Өліп қалады ма деп қорықтым. Одан айырылсам, Қанат мені ешқашанда кешпейтін еді. Неге бәрі бұлай болды? Мама, мен қиналып кеттім. Қызым ау, құлыным ау, құлын. Сашок, жақсылап бір күй тартып жіберші. Бауырым, ұлтың кім? Украин. Домбыраны қайдан үйреніп жүрсің? Мен ойлаймын, Қазақстанда тұратын әр адам қазақтың тілін, өнерін білу керек. Жарайсың. Иә. Хабарластыңдар. Иә, жарайды, кейін хабарласамын. Қалай барып қайттың? Қаршадай баланы қаңғыртып жіберіп, енді оның несін сұрайсың? Жағдай тым нашар. Қызың қол жуып жүр. Тұрып жатқан жерін көрсем. Оның үстіне жігітті 7 жылға соттап жіберіпті. Байғұс қыз кішкентай баламен қатты қиналыпты. Жатақханадан орын алып бердім. Осының бәріне сен кінәлісің. 2 жастың обалына қалдың. Бәрі сенің кесірің. Құлыным ау. Қиналғанына қарамай сенің жағдайын сұрап жатыр.
Alo Қайырбек, сәлем. Бұл мен ғой. Қалай үй аман ба? Қайырбек анау әлгі жігіт бар ғой. Иә, арай арыз жазатын. Сол сотталып кетіпті дейді. Соны қайда отырған, не үшін отырған, маған біліп бере аласың ба? Иә, болам. Жақсы. Ол жігіт Алматы облысында түрмеде 7 жылға сотталыпты. Не үшін керек еді? Жоқ, жай әншейін. Егер қажет болса айтыңыз, ол түрменің бастығы мені курстасын. Қайырбек, сен онда бүгін үйге келіп кетші. Сөйлесетін сөз бар. Жақсы аға, кешке таман барып қайтармын. Стоять! К стене! К стене! Пошли. Стоять! Пошел. Салам алейкум. Салам, бродяги. Уалейкум салам. Өз қолыммен өлтірем. Дайындал. Басеке, 4-нөлге кеп кетші. О, Басеке, 4-нөлге кеп кетші. Басеке, ашып берші. Басеке, біраз уақыт бізді мазаламай қойшы. Бәрі дұрыс болады, бәрі дұрыс болады.
Тайсон! 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 Не болды саған, Тайсон! 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 Тайсон, вставай! Тайсон! Врача! Охрана! Охрана! Врача! Врача, скорее! Охрана! Сәлемет пе? Сәлеметсіз бе? Дүйсен өзінде ме екен? Иә. Кім деп айтайын? Қайырбектің ағасы деңіз. Отыра тұрыңыз. Кіре беріңіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Келіңіз отырыңыз. Рахмет. Қайырбек қалай? Шүкір жақсы, жұмысын істеп жатыр. Қайырбек екеуміз бір бөлмеде тұрып, бір нанды бөліп жебек. Бұйымтайыңызды айтып отырыңыз, ағасы. Бұйымтай деймісің? Қайбір жетіскеннен келіп дейсің, бауырым. Осында Ермекбаев Қанат деген бір жас жігіт отыр еді. Соның ісімен келдім. Ермекбаев Қанат дейсіз бе? Қазір онда тұра тұрыңыз. Құсайынов, Ермекбаев Қанаттың деласын алып кел. Ол сізге кім болады? Туысым еді. Рұқсат па? Бара бері.
О, Ермекбаев Қанат 7 жылға сотталыпты. Мерзімінің жарысында өтемепті. Соны өтемеген дұрыс. Қысқасы, бауырым, саған өтінішпен келіп тұрмын. Көмегің керек. Ойымды ұққан боларсың. Енді досым үшін қолымнан келгенді аямаймын ғой. Условно, досрочно. Еңбегіңді жемеймін. Көмегіңді аяма. Жақсы аға. Бір нәрсені түсініңіз. Бұл бала бүгін ертең босамайды. Мерзімінің жарысын өтеу керек. Комиссиясы бар, басқасы бар. Деласын қайта қарауымыз керек. Түсінем. Жарайды. Бар бұйымтайым осы. Онда кешке отырып бір шай ішейік. Қалған әңгімені сонда жалғастырамыз. Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Азамат, саған не болды? Азамат, айтсаңшы, әлде құлап қалдың ба? Менің папам неге жоқ? Бар, сенің папаң бар. Міне сенің папаң. О алысқа кеткен, жақында келеді. Папам мен. Сағындым сен. Мама, неге жүресің? Сен де сағынды ма папамды? Әкелдім. Кіргіз. Кір. Кел, отыр. Бара бер. Қалай, түзелдің бе? Жарайды, ол өз шаруаң. Енді бұнда түсуші болма. Сен боссың.
Қалай? Қалай? Қалай боспын? Боссың, бара бер. Атаңа рахмет айт. Орым, себебің бар ма? Қалайсың, брат? Иван! Қанат, жаурым! Сен де көретін кім бар екен ғой? Иван! Жарайсың. Ал, ұста. Бол, жігіттер. Екі. Жігіттер. Үш. Ұстасайшы. Жүр, машинаға отыр. Жарайсың, Қанат. Отыр. Өзгермепсің сен. Алматы қатты өзгеріп кетіпті ғой. Иә. Сен жаңа Астананы көрсең ғой. Сәлем. Сәлем. Сәлем, Айнұр. Бізге ешкім хабарласқан жоқ па? Янна кісі. Қайсы? Рүстем дейді. Кейін хабарласам. Қанат, танысып қой. Бұл біздің офис менеджер. Айнұр. Қанат. Иван. Иван, қалжыңды қойшы. Жүр. Әзірге ешкім мазаламасын. Кейін телефон соғам. Жарайды. Қанат, жайғас. Офис, міне. Жоқ, бұл жерге отырмайсың. Бұл сенің орның емес. Мына жаққа бар? Бәсе, мұнда кел. Тез. Мына жерге отырақ. Орынға отыр. Қалай саған біздің офис? Неге мен бұл орында отыруым керек? Қанат, есіңде ме? Біз фирма аштық қой. Фирманың директоры қып, кім сайлап едік? Сен түрмеге түсіп қалғаннан кейін басқа қала қашып кеттік. Істемеген ісіміз жоқ, Құдай сақтасын. Базарда грузчик болдық па? Коробка тастық па? Картошка саттық па?
Содан бір күні Сократ идея айтты. Неге өзіміз мебель шығармаймыз деп. Басында қиын болды. Кейін аяққа тұрып кеттік. Жақында Алматыға келдік. Есіңде ме? Баяғыда Иван көлік жуу ашамыз деп еді. Соны ашамыз деп біраз жүгірдік қой. Бірақ онымыздан түк шықпады. Неге? Бұның арманы сол баяғы көлік жуумен вулканизация ашу. Осыған ашып беріп құтылмасақ болмайды. Жүрсін сол елдің машинасын жуу. Қазір шетелдіктермен контракт жасап жатырмыз. Бірлесіп заттар шығарамыз. Басқа да жоспарлар бар. Солай, директор жолдас. Папа. Балақай, сен мені біреумен шатастырып тұрсың. Бара ғой, достарың күтіп қалды. Бұл республика сарайы. Мұнда үлкен концерттер болып тұрады. Көп жұлдыздар ән айтады. Азамат, пониға отырасың ба? Иә. Иә. Байқа, қорықпайсың ба, Азамат? Жоқ. Өзіңсіз күндер өтеді. Циркте осындай понилар өте көп. Күтеді сағыныш кернеп жүректі. Мана көрдің ба? Осындай үлкендер бар. Азамат, отырасың ба соған? Өзіңді жаным сағынып. Азамат, бол, жүре ғой бала. Өзімнен өзім жабығып. Ана жақтағы фонтандарға барамыз. Жүр бала. Ана көрдің ба? Анау Көктөбе. Мұнда саған ұнай ма? Өзіңді жаным түсінбе, жұмбақты болдың. Біз мұнда әлі көп келетін боламыз. Қателік кетсе кезімде, кешіргін мені, кешіргін. Өзіңді жаным
жүрмін ғой мен. Онда міндетті түрде Көктөбеге шығамыз. Неге? Өйткені Көктөбеден Алматы алақандағыдай болып көрінеді. Қалай? Қалай? Алақандағыдай дейміз. Алақандағыдай. Алыстап сенен кетсем де, жүремін мәңгі сағынып. Алыстап сенен кетсем де, жүремін мәңгі сағынып. Алыстап сенен кетсем де. Папа, кетпеш, папашым, тоқташ, кетпеш. Папа, папашым, тоқташ, кетпеш. Папа, тоқташ, папа. Папа. Папа, папашым, тоқташ, кетпеш. Папа. Папашым. Балақай, атың кім? Азамат. Азамат? Тұңғышымыз қыз болса, атын Жібек, ұл болса, Азамат деп қоямыз. Маманың аты кім? Мама, әлде бұл мен папам ғой. Папашым, мен сені қатты сағындым. Мама, папам ғой. Біздің папамыз ғой. Деші. Балам. Папа мен сені көп достым. Алған сенсіз қатты қиын болды. Мамама да қиын болды.